Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы. Сендермен мен Данияр. Бүгінгі сабағымызда өткен жолы уәде еткеніміздей, өткен шақ формаларының үшінші түрі past perfect туралы әңгімелейміз. Past perfect атайды тұрғандай, өткен шақтағы өткен шақ, яғни өткен шақта болып өткен іс-әрекеттің оқиғаның алдында болған іс-әрекетті сипаттау үшін қолданылады. Оның жасалу жолы келесідей: had көмекші етістігі, had көмекші етістігінің қасына үшінші формадағы кез келген етістік, мейлі ол дұрыс болсын, дұрыс емес болсын жазылады. Оған мысал келтіретін болсақ, бірінші дұрыс емес етістік I had drunk coffee when she came. Ол келген кезде мен кофені ішіп қойған болатынмын. Бұл жердегі had көмекші етістігі және drunk бұл drink етістігінің үшінші формасы, дұрыс емес етістік. Екінші мысал Almira had lived in Astana when she was 10. Альмира 10 жасқа дейін Астанада тұрған. Бұл жердегі live дұрыс етістік, live етістігінің үшінші формасы және had көмекші етістігі. Past perfect шағы жақтарға қарай қандай өзгерістерге ұшырайды? Көріп тұрғандарыңыздай past perfect шағындағы етістік жақтарға қарай ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Мысалға I had gone home, мен үйге кетіп қалған едім. Had көмекші етістігі және gone go етістігінің үшінші формасы. Екінші жақта да тура сондай, сен үйге кетіп қалған едің. Үшінші жақта he, she had gone home, ешқандай өзгеріс жоқ. Көпше түрде дәл солай had етістігі және негізгі етістіктің үшінші формасы сол күйінше өзгерісі жазылады. Past perfect шағындағы етістік сөйлемнің түрлеріне қарай қалай ажыратылады? Болымды сөйлем кезінде had көмекші етістігі және үшінші формадағы етістік, негізгі етістік жазылады. Мысалға Айдана had spoken to me when Алдияр left. Алдияр кетпестен бұрын Айдана менімен сөйлескен болатын. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз had көмекші етістігінің жанына not көмекші сөзін қоямыз. Сол кезде Айдана had not spoken to me when Алдияр left. Яғни Алдияр кетпей тұрып Айдана менімен сөйлескен жоқ еді деген сөйлем шығады. Сұраулы сөйлем жасау үшін біз had көмекші етістігін есім мағынасын беретін сөздің алдына, яғни сөйлем басына шығарып жібереміз. Негізгі етістік, үшінші формадағы негізгі етістік өз күйінде, өз орнында қалады. Сонда had Айдана spoken to you when Алдияр left. Алдияр кетпестен бұрын Айдана сенімен сөйлескен бе еді деген сияқты сөйлемдерді жасай беруге болады. Past perfect шағы сөйлемде қандай кездерде қолданылады? Оның екі түрлі жағдайы бар. Бірінші жағдай experience in the past, яғни өткен шақта, ілгеріде, бұрын орын алған іс-тәжірибені сипаттау үшін қолданылады. Мысалға, Абылай had been to Korea before he entered our school. Абылай біздің мектепке түспес бұрын ол Кореяда болған. Екінші жағдай action before the past action. Өткен шақта болған іс-әрекеттің алдында болған іс-әрекетті сипаттайды. Мысалға I had liked your video before you finished. Яғни сен сөйлем бітпестен бұрын мен сенің видеоңа лайк қойдым деген сияқты сөйлемдер жасалынады. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз өткен шақ формаларының төртінші түрі past perfect continuous туралы түсіндіретін боламыз. Ендеше